Америкалық ғалымдар тәулігіне 3 алмұрт жеген әйелдер ағзасындағы көптеген калориядан арыла алатынын дәлелдеген. Алмұрт құрамы мыс пен С витаминіне өте бай. Сонымен қатар алмұрт ішек құрылысы үшін өте пайдалы. Жұмыртқа төмен калориялы өнім болғандықтан ұзақ уақыт бойы аштық сезімін тудыра қоймайды. Соның арқасында сіз көп жеуден өзіңізді тежей аласыз. Тауық жұмыртқасы басқа да пайдалы қасиеттерге өте бай. Көк шайдың құрамында майларды белсенді күйдіруге көмектесетін заттар бар екен. Күніне 5 шынаяқ көк шай ішіп, сіз 70-80 калориядан құтыла аласыз. Сонымен қатар көк шай жүректі және қан тамырларын қорғайды екен. Ғалымдардың айтуынша майлардан қорқудың ешқандай себебі жоқ. Мысалы, ең көп мөлшерде май алынатын жеміс авокадо болып табылады. Бірақ оның құрамында 223 калория бар. Көпшілігі оның құрамында өте оңай сіңірілетін дұрыс майлар бар екенін біле бермейді. Көкөністердің ішінде ең калориясы төмені сельдерей болып табылады. Оның тамырларында, яғни 100 граммында 5-8 калория ғана кездеседі. Ал оның жапырақтары ешқандай энергетикалық құндылыққа ие емес. Және де калориясы аз сельдерейді қорыту үшін одан да көп калория жұмсайды екенсіз.